Сол бәрі СПК ертістік қой. Сол акиматты істеп қой. Осыдан шығады жатыр. Мынадан өтіп кетеді екен. Мына ел қалмай ерімейді, өтіп кетеді ана. су өтіп кетеді, ананы алып шығады. Міне ескі шахталар. Ұқсап қалады баяғы. Ескі шахталар. Андағыдан содержаниесі көп тұр, жұмсақтау болып. 40 метр ме, 60 метр ме төмен қазамыз дейді. Әне, мойылдың деңгейіне сөміз деген. Мойылдың деңгейіне. Шықса, ары қарай қаза береміз деп тұр, көрдің бе? Өздерінің несі 45 метр ме, 60 метр ме. Төмен түсеміз деген. 60 метрге қазамыз дейді. Өздерінің айтуынша 60 метрге қазамыз дейді. Если руда шықса дейді, арғамыз. Мынаның астындағы шахтадан кәдімгі астынан бастау шығып. Құрмет аға, сіз осы кәлкулятор түрдіңіз емес пе? Мына таудың басында білесіз бе, тұрбада су ағып тұрады. Бала кезімізде. Біз соған келіп су ішедік. Су атылап тұрады, соған келіп су ішедіміз. Бұда тас тастайтынбыз әке. Мынау енді осы промышленный, мынау осы промышленный. Ертең мына жерде 2,5 миллион куб добыча жасалған кезде біздің ауыл міне тұр. 400-500 метрде. Кешке дейін жарылыс болған кезде мына таудан тас құламасына кім келді? Сонда бұл заңдылық па сонда бұларды істеп жатқаны мысал үшін? Тура ауылдың іргесіне кешке дейін дүңкілдетіп жарған жақсы. Біздің карьерден пәленбай 1000 метр суға дейін, анасы неден өлеңге дейін. карьерден фабриканы салатын жерден 280 метр ауылға дейін ба? Бетуға жағында 400 метр ауыл. Жолмен шықтың ғой, соның оң жағы ғой мына. Соның асты ауыл. Мен өз көзіммен көрсем айтып отырмын ғой жаңа. Кейбір ақпарат бұрмаланып келеді. Жаңа министрдің тапсырмасымен өзіміз келіп, сіздермен сөйлесіп, көріп, қазір енді сізбен жаңа телефон номер алмасып қой. Бүкіл видеоны жаңа бізге жіберіңіз. Жібереміз. Жаңа бұлақ мәселесі действительно содан бастау керек. Бассейні мысалға қазір бассейні келген біз ойлаймыз, ертең сен бассейні айтты ана. Қазір экологтармен тағы сөйлесем, жаңа айтты ғой, бассейннің басшысына звондап қайта келсін деп. Бассейн айтты анаған жауапса деп. Бұл жерде доказательствоны көріп тұрсыздар ғой, біз ешқандай Мен сізге уәде беремін. Осы бүкіл мән жағдайдың жаңа аудио бар, видео бар, өзіміз көргеніміз бар. Басшылыққа полностью жасырмай, бәрін жеткіземіз. Дұрыс. Ол жағынан уайымдамаңыздар. Жақсы. Біздің құзырлы органдармен бәрін жиналып. қалды, ана үсті топырақ төгіп, бірақ сіздерге жаңа айттық қой, 10 жұмыс күнін беріңіздер деп. Соған дейін қолдан келгенше барын істейміз. Ал енді шыққаннан кейін бірақ көріп кетіңіздер енді. Рыб завод бар, ана Мульковида балық асырайтын жер бар. Жай ғана. Орнына салғыды енді деп жатырмын да кісілер. Былтыр біз паромнан өткенде ана бетондар тұр ғой, сол жерде тұратынбыз. Қазір қараңыз, неше метр, 150 метр ме алға қой, 200 метр ме? Отырып кеткен ғой. Қазір судың мәселесі бүкіл Қазақстанға неп тұрғанда? Ағамыз сол жанында бастауларды жабады екен. Жауап скорым надо өтеді. Бұрынғы ақсақалдар өзі кәдімгісі бізге айтушы еді ғой өзі. Көзін ашып жүріңдер. Ана Мұрбек қампасыңа барамыз ба?